Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Менің аты жөнім Тұрсынбаева Жазира Сейтмағамбетқызы. Тараз қаласы Александр Пушкин атындағы номер 41-ші көп салалы гимназияның бастауыш сынып мұғалімімін. Сабақтың тақырыбы зат есімнің жекеше және көпше түрі. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Көптік жалғауларды дұрыс қолдану. Күнге көтеріп қолымды, 1, 2, 3 деп соғайын. Қарап тұрған көршіме қолымды бір бұлғайын. Балалар, қазір біз өткен ережелерді еске түсіреміз. Басынан бастап сұрап шығамын, сұраққа жауап береміз. Айсұлтан, сөз дегеніміз не? Сөз заттың сапасын, қимылын, санын атауы. Мысалы, үй, алты, адам, әжелер. Іңкәр, жұрнақ дегеніміз не? Сөздің мағынасы өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі 3 болыс. Мысалы, футболшы, баскетболшы, биші. Тамаша. Балалар, қазір біз мына жерде зат есімнің жекеше және көпше түрлерін өз орындарына орналастырамыз. Қалам зат есімнің жекеше түрі. Қаламдар зат есімнің көпше түрі. Қой, зат есімнің жекеше түрі. Қойлар зат есімнің көпше түрі. Балалар, қазір бүгінгі сабақта біз өз-өзімізді бағалаймыз. Қазір мен жеке-жеке барлықтарыңа бағалау парағын таратып беремін. Әр қайсың сұраққа жауап берсеңдер, тапсырма орындасаңдар, өз-өздеріңді бағалап отырасыңдар. Жарай ма? Әр тапсырмаға 1 балл бойынша. Балалар, сендер қандай аспапта ойнағанды жақсы көресіңдер? Мен қазақтың домбыра аспабымен ойнағанды жақсы көремін. Мен қобыз аспабында ойнағанды жақсы көремін. Мен сасырнайды ойнағанды жақсы көремін. Балалар, қазір біз барлығымыз бірге қазақтың ұлттық аспаптарына саяхат жасап көрейік. Балалар, бұл қандай аспап? Домбыра. Домбыраның үнін тыңдап көрейік. Келесі қазақтың ұлттық аспабы сазсырнай. Сазсырнайдың үнін тыңдап көрейік, балалар. Тамаша. Енді келесі біздің ұлттық аспабымыз жетіген. Жетігеннің дыбысын тыңдайық. Балалар, бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ? Бүгінгі сабағымызда қандай мақсат қояйық? Қанекей балалар, сабаққа мақсат қояйықшы. Бүгінгі сабаққа. Медина? Бүгінгі сабақтың мақсаты қазақ халқының аспаптарымен тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Қазақстан ұлттық аспаптарымен танысамыз. Балалар, бүгінгі сабақта біз мәтіннің тақырыбы бойынша, ол мәтіннің ішіндегі негізгі тірек сөздері бойынша мәтінді болжаймыз және мәтіннің негізгі ойын анықтаймыз. Зат есімнің жекеше және көпше түрлері бойынша жұмыстар жасайтын боламыз. Қазір барлығымыз оқулыққа қараймыз. Оқулықтың 60-шы бетінде 54-ші жаттығуға назар аударамыз. 54-ші жаттығуды орындамас бұрын қазір біз дескриптор бойынша тапсырманы орындаймыз. Бірінші, сендер
осы 54-ші жаттығуда 3 балл жинау керексіңдер. Яғни, бірінші, сендер мәтінді түсініп оқу керексіңдер. Екінші, осы мәтінге тақырып қою керексіңдер. Үшінші, осы мәтіннің негізгі ойын анықтаймыз. Кітапты оқимыз, кәні, бәріміз 54-ші жаттығуда. Балалар, мәтін түсінікті болды ма? Мәтінге тақырып қояйықшы, кәнекей. Бұл мәтіннің тақырыбын қалай қойсақ болады? Бұл мәтіннің тақырыбын үрмелі аспаптар деп қойсақ болады. Балалар, дескрипторға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқыдық па? Мәтінге тақырып қойдық, солай ма? Мәтіндегі негізгі ойды анықтадық. Олай болса, өзімізге балл түртіп қоямыз. Сабақтың ерекшелігі ұлттық құндылықтарға негізделген, ұлт мәдениетіне құрмет мақсатына бағытталған, қазақ халқының ұлттық аспаптарымен байланысты. Заманауи әдістердің бірі суреттерді 3D форматта көру, оларды қимылдату әдісін қолданып, жасанды интеллект арқылы сабақ тақырыбына байланысты қызықты мәліметтерді тыңдап, білім алушылар QR-код арқылы берілген тапсырмаларды қызыға орындады. Не көріп тұрсың? Мен бұл жерде көбелекті көптім. Көбелектің түбір сөзі көбелек, ал көбелектің көпше түрі көбелектер. Балалар, қазір біз енді түбір сөзге жалғанған көптік жалғаулар не себепті әртүрлі екеніне тәжірибе жасаймыз. Алдымызда тұрған парақты аламыз қолымызға. Бірінші, балалар, көптік жалғауларды есімізге түсірейікші. Дар, дер, тар, тер, лар, лер. Жарты парақты аламыз қолымыздағы, балалар. Жарты парақпен біз бірінші сөздің түбірін жабамыз. Түбірін жабамыз. Жаптық па? Қандай сөзді жаптық? Екінші түбір сөзді жабамыз. Екінші түбір сөзді жабамыз. Қандай көптік жалғау? Бірге айтамыз. Дар. Үшінші көптік жалғау? Қалам, дар. Қалам. М дыбысы үнді дауыссыз дыбыс. Оған жалғанған көптік жалғау Д дыбысынан басталып тұр. Яғни Д дыбысы да үнді дауыссыз дыбыс. Үнді дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Үнді дауыссыз дыбыстан оған көптік жалғау басталып жалғанып тұр. Данияр, кез келген санды басасын да ішіндегі сұраққа жауап береміз. Баста. Жалқы есімді көпше түрге айналдыр. Гүлсім, гүлсімдер. Берілген көпше түрлі зат есімде жекеге айналды. Қасықтар. Қасық. Тамаша. Балалар, егер бүгінгі сабақ сендерге қызықты болса, сабақ ұнаса, онда жасыл асықты таңдайсыңдар. Егер де маған бір сұрақтарың болса, онда сары асықты таңдайсыңдар. Егер де сабақ мүлдем ұнамаса, қызыл асықты төмен түсіресіңдер. Түсінікті ма? Тамаша. Тамаша.